Білмеймін, историяны қарасаңыздар, болды, осы жерден қоя салайық. Мен айтпаймын, болды, қоя салайық деп отырмын ғой. Бірақ жаңағы ене сымақ, күйеу сымақ, абысын сымақ, қайнаға қайныны сымақтар мен әлі бастаған жоқпын. Ашық сот қалайсыңдар ма? Мен бастаймын. Мен анамын, балам үшін до конца барамын, түсін ба? Сен қара, өз балаң үшін жаңағы педофилдің бастапқы түрін жасап тұрған еркекті қолдап тұрсың. Сен Гуглдан іздеп қарашы, педофилдардың түрі жылы ма? Жылы. Педофилдар өзін педофилмін деп айтпайды никогда. Или мен балам зорланып күйеуіме бітті, балам орнына келмейтін психологический состояниеға түскен кезде барып, мен ажырасуым керек па? Сендер интересныйсыңдар, иә? Абысын сымақ. Ол салатын бәрін салып бітті. Шынымен, ясынды ойласа, ол ештеңке салмас еді деп атсың ғой. Сенің балаң ауырмасын. Сен кеше ғана 200-ді болып мен қолдап отыр едің ғой. Қайда қалды сол қолдауларың? Сенің күйеуіңнің мына Алматыда 3 салоны бар. Ал Қолғанаттың шешесі детский массажист. Қолғанаттың өзінің салоны бар. Сендер бизнестен айырылам, авторитеттен айырылам деп отырсыңдар ма? Сендер соттың аузын жапсаңдар, жабатын шығарсыңдар. Бірақ халықтың аузын жаппайсыңдар. Мен дәлелмен сөйлеп тұрмын. Маған 5 миллион берсін, мен кешірім сұрайым деген сөзін никогда айтпағам. Айтпаймын да. Қайырлы